уақытта пайғамбарымыз намаздан кейін өзіміз 33 рет субханалла, 33 рет альхамдулилля деген тасбихтар айтамыз ғой. Аллаху акбар деген нәрсені. Соны ең алғаш үйреткен кезінде 10-10 үйреткен. 10-10 үйретіп, кейін жағы 33-пен толықтырған. Сол 10-10-нан үйреткен кезіндегі хадисіне бір пайдалы мағына жатыр. Соны айтып кетсек, мұсылманның бойында дейді, мына екі қасиет тұрақты табылса дейді, жәннатқа кірмей қоймайды дейді. Міне, қандай екі қасиет ол? Пайғамбарымыз айтады, ол екеуі өте жеңіл дейді, бірақ істеушілері аз дейді. Оны сахабалар ары қарай тыңдайды. Сосын айтады, әрбір намаздан кейін, 5 уақыт намаздан кейін, субханалланы 10 рет, альхамдулилланы 10 рет, Аллаху акбарды 10 рет айтатын болсаңдар, 30 ғой бір намаздан кейін. 5 намазда қанша? 150. Міне бұның барлығы миату ва хумсун дейді. 150. Алал лисан. Сенің тіліңнен 150 рет айтылды. Ва фил мизан, бірақ таразда 1500 болады дейді. Бұл ең минимальный Алла Тағаланың еселейтін нәрсесі 1500 болып таразыға түседі дейді ол. Бір. Екіншіден, жатар кезіңде, төсегіңе қарай жантайып атқан кезіңде, субханалла 33 рет, альхамдулилля 33 рет, Аллаху акбарды 34 рет айтсаңыз, 100 болады дейді. Тіліңде 100 шықты, таразыға 1000 болып түседі дейді. 2500 бәрі. Енді айтады, енді күніне ешкім 2500 күнә жасамайтын шығар дейді. Анау күнәдан түк қалдырмайын деп тұр ғой, түсіндіңіз бе? Сосын ол таразыға өз алдына кеткен. Сондай ақ мына жақта күнәні жоқ қылып жібереді. Сонда сахабалар айтады, Аллахтың елшісі, оңай екен ғой, неге бұны істейтіндерді аз деп айтасыз десе? Сендердің біреулерің намазға келген кезде, намаздарыңды оқып болғаннан кейін, бір қажеттер есіне түседі да, сөйтіп қалып қояды дейді оламал. Сосын жатар кезіңде келіп, бүйтіп төсегіңде жатып, қазіргі кезде телефонды шұқылап, сөйтіп шайтан ұйықта деп ұйықтап, айтылмай ұйықтап кетесің дейді. Сосын ол екі амалды жоқ дейді. Міне сол осы амалдарды ата нәсіп етсін. Бізге оңай қылсын, осындай және де басқа да салиқалы амалдарды бізге жеңіл қылып, иншалла.